айтайын дегенсем, сіз бір мынау нәрсе бұлай емес екен деп кейін ойыңыз өзгерткен қай нәрсе? Мынандай ғой, менде көп дәлел болды. Қалай дейсіз ғой? Мен жаман деген нәрсенің бәрі жақсы болып кетті да. Например, 2012 жылы, 13 қой деймін, 2012-13-тің біреуінде біз Монғолиядан келген бір жігіт бар, Жандос деген. Маған келеді. Сырмаға 10 мың доллар қарыз берші дейді. Мен ақшам бар. Не істейсің? Биткоин алайын деп едім дейді. Алып берші біреуін деймін да. Біреуін алып бер деймін. Ол түсіндіреді шамасынша. жоқ ол деймін, әкелмейді. Ол айтады, аға мынандай. Мен айтамын, боздық қылмашы Жандос. Енді бір құдай біледі, сол кездегі тәкаппарлық болды ма екен, андай. Ақшаны сәл бу болды ма екен. Сол кездегі Хакесетек болды ма? Негізі хакесетек. Жоқ, ақшаны бу болған жоқ, бірақ сол кезде алаяқтар көп болды. Және жер алып, өтірік документ жасап жер сатады. И Жандосқа ақша берген жоқпын. Сөйттік та бір 20-30 күн өтті. Қайда келеді? 10 доллар қанша биткоин алатын едіңіз? Енді 12 доллар ол кезде. Бір биткоин. 1000 биткоин алатын. Содан келді қайтадан Жандос. Аға, биткоин 50 доллар болып кетті. Берші 10 мың доллар. Сен не айтып жүрсің деймін. Сөйтсем, қоймайды да. Осындай аға, осындай. Содан қоймағасан кейін енді ол кезде ол Сайна Жұбановада тұрады. Жоқ, Момышұлы Жұбановада тұрады. Сөйтеді да, жарайды дедім. Бірақ қанша уақыт дедім. 6 ай срок 15 мыңға әкелемін дейді да. Бірақ анау ертек сияқты да. Айтатын нәрсе. Жоқ нәрсе. Ол айтады, бүйтіп сатып алам, сөйтем. Біздің ойымызда жоқ нәрсе. Мен айтамын, бұл не? Аға оны бір японец ойлап тапқан дейді. Қандай японец? Қане модель? Сөйтеді, Япониядан сұрап кеткен мен оны. Ол айтады, өмірде жоқ мына адам дейді да. Олар да сендіріп жібереді. Сөйтеді, өтеді, 10 мың доллар берем. 2 жылдан кейін естеймін, ана бала алаяқ болып кетті деп. Ой, болды ғой, өзімді түсініп едім деймін, мен ананы кемсітем. Солай өтеді, 2014 жылы Джек-мадан сұраймын мен. What is that биткоин? Биткоин деген не? Түсіндірші. Кәдімгі біздің Джек-ма. Иә, ол ағам отырады да, мен сенбеймін дейді. Анаған вообще менің нем кетіп қалады да, биткоин деген темаға. Дұрыс емес енді. Мынау менен ақылды адам, мынау біледі. Сол кезде біз жағдайы бар, ақшасы бар адамның бәрін ақылды деп санаған тоқтатуымыз керек, түсіндім да. В итоге не болды Жандос сонымен? Жандос қазір Швейцарияда тұрады. Алаяқ емес. Алаяқ емес. Жап-жақсы үлкен бизнес бар. Осы 2018 жылы кезіккен кезде ол маған айтты. Мен осы күнге дейін, бірақ мен ақшамды берді ол. Бергенде қызық. Бір күн андай 2 қарт диск әкеп берді. Бір кішкентай флешка, бір қарт диск. Мынау сіздің 5000 долларыңыздың несі? Биткоины. Мынаның ішінде 80 биткоин бар. Мынау менің 5000 долларым сізден қарыз қалған. 5000 долларым берді. Мен мынаны не істеймін деймін да, флешкамен не істеймін ана. Десем, онда сіз флешканы маған беріңіз, мен 5000 доллар сізге әкеп беремін. Жақсы, бердім, 5000 доллар. Қарт дискі қалды. Енді қарт диск осы күнге дейін жоқ енді. Мен айтамын, мен еңбектенбеген ақша маған жұғым болмайды. 2 миллион 400 доллардың қазір биткоин, грубо говоря. Жоқ, ол енді жоқ. 4 миллион доллар. 3 миллион 200 мың доллар. 80 биткоин дегеніңіз қазір енді 60 мың деші, грубо. 60 мың десеңіз енді 5 миллион доллар. 4-8. Содан қызық қой. Өмір. Не болды енді? Мен соны мойындамағандықтан мені мойындатты.